Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай кружкадағы бента торттарды жасап үйренеміз және бента тортқа арналған шоколадты бисквит жасаймыз. Ең алдымен құрғақ ингредиенттердің барлығын бір ыдысқа салып, араластырып қоямыз. Құрғақ ингредиенттерімізді бір шетке қойып, басқа таза ыдысымызға жұмыртқа мен қантымызды салып, миксердің көмегімен 2-3 есе ұлғайғанша және аппақ масса болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Бізде мына видеодағындай осындай масса шығуы керек. Енді бізге миксердің қажеті жоқ. Келесі кезекте жылы сүтіміз бен сұйық майымызды қосып, венчиктің көмегімен бір араластырып аламыз. Дайындап алған құрғақ ингредиенттерімізді міндетті түрде ситадан 2 бөліп өткіземіз. Әр өткізген сайын венчиктің немесе лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай массамызды басып алмай, ұқыпты күйде араластырамыз. Ең бастысы массамызды басып алмау керек. Соңында лопаткамен барлығын бір тегістеп бір араластырып шықсаңыз болады. Алдын ала 2 формамызды 10 диаметрлік осылай дайындап аламыз және теңдей бөліп, осы 2 формаға құятын боламыз массамызды. Духовкамызда алдын ала 170 градусқа қыздырып қоямыз және 25 минут осы бисквитімізді пісіретін боламыз. Піспеген-піспегендігін міндетті түрде ағаш шпажкамен тексеріп көріңіздер. Формамызда біраз суығаннан кейін формамыздан шешіп, решеткада толықтай бөлме температурасында суытамыз. Бөлме температурасында суып болған 2 бисквитімізді міндетті түрде пищевой пленкаға орап, бір түнге тоңазытқышқа қалдырып қоямыз. Бисквиттарымыз бізде шамамен осындай биіктікте шығады. Дайын болған бисквиттарымызды осындай теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Осы бисквиттармен кез келген бента торттарын жасай берсеңіздер болады. Келесі кезекте кремін дайындаймыз. Ол үшін творожный сыр мен гликейімізді қантты қосып, барлығын осылай миксердің көмегімен бір келкі болғанша араластырамыз. Міндетті түрде гликей мен сырымыз салқын болуы қажет. Мен сникерс начинкасын жасаймын, сондықтан карамелімізге тұздалған арахисімізді қосып, екеуін жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Осындай карамельді қолдан өзіміз қалай жасау керектігін алдағы видеода бөлісетін боламын. Сондықтан каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Осындай кружканы аламыз, кез келген суретпен болса бола береді. Кружкаға ең бірінші бір бисквитімізді саламыз. Міндетті түрде оны пропитка жасаймыз. Менде жылы сүтпен пропитка жасап жатырмын. Кремімізді кондитерлік қапшыққа салып алған ыңғайлы болады. Сондықтан осылайна жағып шығамыз корждың үстінен және де қасықтың көмегімен осылай тегістеп шықсаңыздар болады. Креміміздің үстінен карамель мен арахистан жасалған салмамыз кетеді. Осыны да бір тегістеп жағып шығамыз ішіне. Одан кейін екінші бисквитімізді қойып, оны да міндетті түрде пропиткалаймыз. Осы видеода берілген бисквиттің рецептісінен дәл осындай кружкадағы 3 кружка бента жасауға болады, немесе кәдімгі бента жасай берсеңіздер де болады осы рецептпен. Бентамыздың ең беткі қабатын дәл осылайынан әп-әдемі қылып тегістеп алғаннан кейін өзіңіздің қалауыңызға қарай сурет салсаңыз, жазу жазсаңыз болады. Мен жай ғана осы кружкада бейнеленгендей жүрекшелерді салып шықтым. Қалай әрлеймін десеңіздер де әрине өз еріктеріңізде. Біздің кружкадағы бентамыз осымен дайын болды. Өте әдемі, эстетично болып шығады. Бұны тапсырысқа да жасай берсеңіз болады. Немесе жақын адамыңыздың туған күніне, мерекесіне дәл осылай құттықтасаңыз өте әдемі болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.